Саламатсыздар ма оқушылар? Мен Есенова Нурила Коблановна, Ақтөбе қаласы нөмірі 10-шы жалпы білім беретін орта мектебінің биология пәнінің мұғалімі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 10-шы класс митоз. Жасушада митоздың әртүрлі кезеңдерінде жүретін процесстер. Зертханалық жұмыс пияз тамыры ұшындағы жасушалардан митоздық белсенділік деңгейін анықтау. Оқу мақсаты дайын микропрепараттар көмегімен митоз фазаларын зерттеу. Бүгінгі сабақтан митоздың фазаларын, митоздық фазаларда жүретін құбылыстарды білесіздер, митоздық кезеңдерінің айырмашылықтарын түсінесіздер, митоздық кезеңді дайын микропрепараттар арқылы бақылау, жұмысты бағалап, талдап, қорытындай аласыздар. Митоз фазаларын микрофотография және микроскоп арқылы ажырата алу, жасуша фазаларын сипаттай алу, митоздың биологиялық маңыздылығын сипаттау. Оқушылар, суреттен не байқадыңыздар? Әрине, бұл жерде бір жасушаның бөлінуінен екі жас жасушаның пайда болғанын көріп отырсыздар. Олай болатын болса, жасушаның бөліну жолдары мынадай: митоз, амитоз және миоз. Митоз дене жасушаларының бөлінуі, яғни ағзадағы кез келген дене жасушалары осы митоз жолымен бөлінеді. Амитоз қарапайымдылардың тікелей бөлінуі, яғни амеба, кірпікшелі кепше сияқты қарапайымдылар осы амитоз жолымен бөлінеді. Миоз жыныс жасушаларының бөлінуі, яғни жұмыртқа жасуша мен сперматозоидтар осы миоз әдісі арқылы пайда болады екен. Интерфаза жасушалардың бөлінуге дайындық кезеңі. Интерфаза мынадай кезеңдерден тұрады. Бірінші, жасушаның ДНК синтезіне дайындық кезеңі. Екінші, ДНК-ның синтезделу кезеңі. Үшінші, ДНК синтезінің аяқтау және митоздың басталу кезеңі. Жасуша көбеюінің митоздық және миоздық бөлінуін салыстыратын болсақ, яғни митоздық бөліну кезінде жаңа айтқандай жыныс жасушалары пайда болса, миоздық бөліну кезінде жыныс жасушалары пайда болады. Митоздық бөліну кезінде хромосомалардың диплоидты жиынтығы сақталатын болса, миоздық кезінде хромосомалардың гаплоидтық жиынтығы пайда болады. Жасушаның бөлінуі. Барлық жасушалар бастапқы жасушалардан түзіледі. Жаңа жасушалар өсуге және зақымданған немесе ескі жасушалардың орын алмастыруға қолданылады. Әрбір хромосома ДНК молекуласынан тұрады. Жасушалар бөлінбеген кезде хромосомалар көрінбейді және хроматин деп аталады. Енді осы интерфаза кезеңінен бастайтын болсақ, даярлық кезеңі деп атадық. Ол кезде цитоплазманың көлемі ұлғайып, органоидтардың саны артады, жас жасушалар өсіп, қарқынды түрде нәруыздарды, АТФ-ті синтездей бастайды. Осы кезеңде ДНК молекуласы екі еселеніп, хроматидалар түзіледі. Өйткені олар бөліну нәтижесінде түзілген жасушаларға теңдей бөлініп беріледі. Оның биологиялық мәні тұқым қуалау материалының ұрпақтан ұрпаққа тұрақты сақталуын қамтамасыз етеді. Бұдан кейін жасушаның өсуі тоқтап, митоздық бөліну басталады. Организмдердің дене жасушалары митоздық бөлінудің нәтижесінде түзіледі. Ал митоз 4 фазадан тұрады. Алдарыңызда көріп отырғандай: профаза, метафаза, анафаза және телофаза. Енді осы фазаларға жеке-жеке тоқталамыз. Бірінші интерфаза.
дайындық кезеңі дедік. Бұл кезде ДНК репликациясы, заттар мен органоидтардың және энергияның түзілуі жүреді. Профаза кезеңі. Бұл кезде ядро көлемі үлкейіп, хромосомалар ширатыла бастайды, ядро қабықшасы ыдырайды. Метафаза кезеңінде хромосомалардың экваторда орналасуы. Хромосомалар центромералары арқылы ахроматин жіпшелеріне бекінеді. Анафаза кезеңінде жасушаның пішіні созылыңқы күйде болады, көріп отырғандай, хромосомалар жазылуы және хроматидалардың полюстерге ажырауы. Бұл кезде ахроматин жіпшелері үзіледі де, хромосомалар центромераларынан екіге ажырап, екі полюске қарай созылады. Телофаза кезеңінде ДНК жазылуы, ядроның қабықшасының түзілуі. Ядро қабықшасы түзілгеннен кейін екі жас жасуша пайда болады. Митоздың биологиялық маңызы. Митоздың нәтижесінде бастапқы аналық жасушада қанша хромосома болса, сонша хромосомасы болатын 1-2 жас жасуша түзіледі. Митоздық бөлінудің нәтижесінде организмдердің мүшелерін, барлық ұлпаларын құрайтын дене жасушалары түзіледі. Ұрпақтан ұрпаққа тұқым қуалау материалының тұрақты сақталуын қамтамасыз етеді. Хромосомалар саны тұрақты сақталады. Ұрпақтың даму, өсу, жарақаттанған ұлпалар қалпына келуі, жойылған орнына жаңа жасушалардың түзілуі. Екі жаңа ұрпақ жасушаларында диплоидты хромосомалар жиынтығы сақталады. Енді осы алған теориялық білімімізді зертханалық жұмыс арқылы жалғастырамыз. Митоз фазаларын дайын микропрепараттан анықтау, берілген сұрақтарға жауап беру, қорытындыны оқу мақсатына сәйкес жасау. Алдарыңызда микропрепарат берілген. Осы микропрепараттан митоздық бөліну сатысындағы жасушаларды табыңыздар. Митоздың әрбір фазасындағы хромосома жиынтығын анықтаңыздар. Митоздың әрбір бақылаған фазасының ерекшелігін сипаттаңыздар. Дәптерге кесте сызып, фазаның ерекшеліктерін жазып, суретін салыңыздар. Сіздерге профаза, метафаза, анафаза, телофаза фазалардың атауы берілген. Және осы фазадағы ерекшеліктерді, жасушадағы болған ерекшеліктерді жазасыздар. Және оңбағанға сол ерекшеліктің суретін саласыздар. Келесі тапсырма сіздерге митоздың биологиялық маңызы неде? Қорытынды жасайсыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сабақ аяқталды.